шаруа қожалығымызға Атия деген помидор еккенбіз. 5 февраль күні. Бүгін таңда 5 маусым, 19 маусым. Помидорымыз өте тамаша. Биогумус сап еккендеріміз бар. Биогумус самай еккендеріміз бар помидордың. Ішінде биогумус салып, дәрі бергендеріміз де бар, дәрі бермегендеріміз де бар. Дәрі берген помидорлар көріп бастар, шеттерін қандай көкшілдеу болады, іштерде көкшілдеу болады помидорлардың. Химикат дейді ғой, химикат бергенбіз. Негіз. Таза биогумусын помидорлар көрсеңіздер болады. Қанша қостыңыз сонда биогумусты астына? Оларға 250 граммна сағамыз. Астына 250 грамм, үстіне сағамыз. Негізі астына 1 литр саса өте тамаша екен. Онша расот жоқ. Мысалы 70 теңге болатын болса литрі 5 кило помидор салатын болса, бір помидор, сонда әрқайсысына бір 10 теңгеден қосылады ғой. 600 теңге, 700 теңге сатқан кезде 10 теңге не бар расот? Аз бір қап дәріңіз, химикат беретіңіз 30 мың теңге, 40 теңге отыр әз. Негізі сеске апарып тексеріп көрдік. Сестелерді мақұлдап отыр, әдем тамаша. Сеске барып тексерттік. Тексерттік қой оны. Әдейі қалай болады екен, жайындегі химиямен піскен помидор қалай, биогумуспен піскен қалай помидор десек, бұлар жеткеннен тексереткен, соғын шығарып. Сонда деді, агрохимиялық дәрімен піскен помидордың қабығы қалың болады екен, сұйықтау болады екен. Биогумуспен піскеннің қабығы жұқа болады екен, іші етті, құмды болады екен. Өздері пышақпен де кесіп көрген, жайында тексеріп, екі адам тексереткен негізі бір 10 шақты тексеріпті, бәрі жабылып жайында. Қызық болған ғой өздеріне. Жетінші терім ғой, азандай қалың. Көріп помидор өте салмақты, етті, өте тамаша. Көріп бастар. Тек қана ет, ешқандай бұның ішінде жол-жолы жайында химикаты жоқ. Көріп бастар. Бірақ биогумус екеміз, бірақ азын дәрі бергенбіз болған. Оны да сіздерге көрсетіп қоямын. Бісміллә. Мұны көріп бастар. Іштері көк. Агрохимияға піскен помидор. Үзектері бар. Көріп бастар ма? Екіншісінде кес көрсетемін сіздерге. Енді табиғи өнімізді бүтін өзіміздің Қазақстанға жегізгеннен ежесін, иншалла. Дәмді иісі бар дейсіз ғой. Көріп бастар ма үзектерін? Химия дәрілерді. Химиялық. Өзегі қалың болады. Өзегі қалың. Бұны сыртындағы қабығы қалың болады, дәріге жегеннің іші сұйықтау болады. Келіншегімді гүлдерге қызғатын еді. Осы биогумустың азында салайын беріңізші деп сұрағаныңызда берген ғой азында қағаны, жарты қаптай. Соны өзі бұлай кейін көріңіздер. Осы саған еді. Гүлдемей жатқан біраз гүлдеді дейді кешегеде өзі. Көрсеңіздер болады. Бұл гүлдерге де болады екен да, алхамдулилля. Витаминдер көп екен да, өте тамаша екен. Ассаламу алейкум. YouTube канал көрермендері. Мына біздің қызанақ массовый пісуге кірді. Бұл бірінші Алланың қалауы, екінші таза табиғи тыңайтқыштың пайдалы жағы. Көріп отқаныңыздай биогумусты ойланбай, күмәнданбай алып ексеңіздер, осындай қызанақтарды қиярларға қолдансаңыздар болады. Мен өзім қазір испытаниядан өзімдің құрғақ биогумусымды өзім испытаниядан өткіздім. Жидкий биогумусты да, бактерияны да. Мына қазір қызанақтарымыз осындай ахуалда тұр, жақсы. Салуы да жақсы. Мына бір кистада, біреу, екеу, үшеу, төртеу, мына бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Бір кистада 8 салыпты. Бір кистада 7, бір кистада 9 бар, сондай. Мына бір кистада, мына 2, 4, 6. Мына бір кистада 2, 4, 6 тоже. Сондай салыптыр. Мына бір кистада. Мына бір кистаны қараңыздар. Бір кистада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бір кистада 11 штук салыптыр. Бұл бірінші Алладан, екіншісі осы
Құрғақ биогумус, жидкий биогумустың несі пайдасы. Алланың қалауы, биогумустың пайдасы. Ассаламу алейкум, құрметті серіктестер, техандар. Мына 15 гектар биогумус берілген. 650 литрден шашылып берілген культиватормен түбіне. Мақтада 20 мен 30-тың арасында көсек, еще 10 шақты гүлден бар. Жетке гумен кезет бір мәрте шашылған екен. Негізі 2-3 мәрте шашылғанда бұл мақта. Мынада зор. Мақтан бойы да, светі де өте тамаша. Ар жақтары өте биік. Біз аяқ жағын ғана түсіріп алдым. Іш жағы өш, ар жағы тамаша. Биогумустың пайдасы жерге. Мол өнім алам десеңіздер, биогумус беріңіздер. Мына оражайды қараңыздар иншалла. Мына піскені. Мына піскені. Өзің жұлып жегенге не жетсін? Төгіліп тұрған помидорларды қараңыздар. Ана киіктің ең көпін неғыл? 6-7-ін салыпты мені. Киіктер 8-7. Я 7-ден салыпты. Мынау 7 штук. 7 штуктен салып жатыр екен. Allah берекесін берсін. Бәге, Сухридин ака қалай енді? мына жаңа... 7-ден салған жақсы ма? Мен қарасып көрсет қой. Мына жаңа уражай, бірінші уражай. Құдай бұйырсын, жақсы ниет қылып жейік барлығымыз. Бәріңізге жүрісті болсын. Міне бәдірең, биогумус салынған жерлер міне бәрі бірдей. Бойы уже 1,5 метрге жетіп қалды да. Міне бойы почти. Бойы 1,5 метрге жетіп қалды. Жапырақтары да үлкен. Биогумус салынған жері. Деп келеміз. Міне мына жерлер жақсы өсетін жері ғой, теплицаның ортасы. Міне мыналарға биогумус салынбаған уже. Бойы да кішкентай. Мынандай сары қазық қағып қойған. Жапырақтарын да қарасаң, кішкентай. Гүлдеу, бірақ бойы бәрі кішкене да міне. Мынандай ақ бойлары. Мынандай жапырақтары да кішкентай. Мына жерлерге салынбаған мынадан бастап. Мынау. Мынаған салынған уж. Көрініп отыр ма? Мынаған салынбаған, анаған салынған. Биогумус. Мыналарға салынбағанда уж. Осы жерде бір 6 түпке. Специально салмай көрейін деген. Жаңағыдай сары қазық қағып. Айтпесем теплицаның ортасы бұл. Жақсы өсетін жерлер бәдіреңнің. Мына шеті жақсы өсіп тұр. Бой биік болып, жапырақтарда әдем міне. Так, бүйтіп келеміз. Мына жеріне жетпей қалған ақыр жағына. Мына екі арықтың бас жақтарына жетпей қалған. Қарасаңшы. Мынаған. Мына шетке жетпей қалған. Бойы да кәлте. Жапырақтары да кішкентай. Ассаламу алейкум, құрметті техандар. Мынау мына жерде қазір мына жақ биогумуспен істелінген. Өзі көрініп тұр. Бір күнде егілген. Биогумуспен өсіліп келіп жатыр қазір. Енді кішкене жаңағыдай өзіміздің жаңағыдай агротехникамен жұмыс жасап жатыр. И мына жағы биогумус салынбаған десе де болады. Бияқы салынбаған. Бір күнде егілген, көшет бір жерден алынған, бір күнде алынған. Разницасы. Бірдей. Бір күнде егілген. Бір күнде егілген. Биогумус, бияғы биогумус салынған. Бияғы салынбаған. Құрметті техандар, биогумустың қандай пайдасы бар екен. Мынау теплицаның жаңа егелері де уже мойындап тұр. Дәріден біраз эконом қылып отырмыз дейді. Дәріден де эконом жасап отырмыз. Кетуі де өте жақсы дейді бағасы. Теханға береке.
Assalamu alaikum serіктестер. Қалайсыздар? Мына биогумуспен егілген помидор. Bir tüpün özünde 20'dan астам. Mayonezin жарты литрлік шелегімен бір шелек салғам, кейін жетпегеннен кейін жарты шелекке көштім. Одан жетіңкіремегеннен кейін бір шелекті үшке бөліп бердім. Соның нәтижесі осы. Өздеріңіз бағасын бере беріңіздер. Мынаға биогумус салынбаған помидор. Осыдан ана помидордан 10 күн кейін егілген помидор, бірақ биогумус салынбаған да бұған. Мына түйнегі, 2 түйнек тұр қазір. Жоқ десек те болады да, бұлар енді гүлдеп не алып жатыр, бірен саран.